Ешкімнің өмірінде шаруам жоқ. Өз өміріме ризамын. Шүкір Аллаға. Басыңа іс түсіп, қиналған кезде кімнің кім екенін білесің. Жалғыздығың білінеді, әлсіздігің сезіледі. Көп сылтаулар айтылады. Күн сайын жаңа өмір баста. Омар Хайям былай депті: дүниеге жалаңаш келдің, сол қалпыңда қайтасың. Әлсіз туылғаның сияқты әлсіз біреу болып өлесің. Құр алақан келдің, құр алақан қайтасың. Денеңді алдымен суға жуып бесікке бөлеген еді. Соңғы рет дәл солай шығарып салады. Біз адамбыз. Ендеше неге сонша ашкөздік, тәкаппарлық, зұлымдық, күншілдік, өшпенділік, өзімшілдік бізден шыға береді? Бұл дүниедегі біздің уақытымыз шектеулі. Сол уақытты пайдалануда өте сақ болу керек екенін әрқашан ерекше есте ұстауымыз керек. Өмірде жалғыз қалатын күндер өте көп кездеседі. Бірақ жалғыз емес, өзіңмен біргемін деп ойла. Ішкі жан дүниеңмен әңгімелес. Өзіңе адал әрі әділ бол. Өзіңді түсін және жақсы көр. Жақсы адам сөздің шырынын іздейді. Жаман адам сөздің шірігін іздейді. Біреуге жақсы адам боламын деп көрінудің қажеті жоқ. Сенің бәрібір жақсы жағыңды көрмейді, тек жаман жағыңды көреді. Ешкімге кім екеніңді дәлелдеп әуре болма. Сенің жаман жағыңды көргісі келген адам бәрібір жақсы жақтарыңды көре алмайды. Біреудің қателігі мен айыбын іздеп жүретін адам өмір бойы өзі де айып пен қателіктен көз ашпайды. Ал жақсылықты көре білуде үлкен өнер. Ешкім басқа біреуге мін тағатындай мінсіз емес. Бірақ кейбіреулері мұны өздеріне дұрыс санайтындай арсыз келеді. Бір адамдар болады екен, өзінің керегіне жарау үшін уақытша бетперде киетін. Пайдасына жарап болғаныңнан соң түк болмағандай итере салады екен. Адамдардың бір-бірінен артықшылығы жақсы мінез құлқында. Біреуден артық болу ақшамен, дене бітімімен, статуспен, шежіремен, отбасы туысқаныңмен, аға көкеңмен, көке жәкеңмен өлшенбейді. Яғни үстем болу жақсы мінез құлықпен өлшенеді. Артықшылық өмірге деген жақсы көз қарасыңда, адамдармен жақсы қарым қатынасыңда, адамгершілігіңнің болуында. Кейде себепсіз көңіл күйің болмайтын сәттер болады екен. Не істеріңді, не қыларыңды білмей қалатын жағдайлар. Тек іштей тынып жүре бересің. Үнемі менікі дұрыс дейтін адамдармен қатар өмір сүру неткен қиын. Өмір болған соң жақсылық пен жамандықты, шындық пен өтірікті кездестіріп басыңнан өткізе бересің. Сүрінсең де жығылып барып қайта тұрсаң да, оның бәрі сабақ екенін түсінесің. Осыларды тоқи алатын түйсігің болса өзгересің. Болмаса бір қатені мың қайталап, тағдырдан қайта-қайта таяқ жейсің. Әйел адамның адалдығы ер адамның қолында ештеңе болмаған кезде байқалады. Ал ер адамның адалдығы қолында бәрі болған кезде байқалады. Мына дүниенің өсегі тозаң сияқты. Жан дүниенің айнасын жауып қалады. Сен ақыл есіңді жина да, үндемей жүруді әдетке айналдыр. Адамдар сенен кетіп бара жатса, жібер. Тағдыр артық адамдарды өзі тазалайды. Бұл олардың жаман адамдар екендігін байқатпайды. Жай олардың ойыны сенің өмірінде ойналып бітті. Желіде бәріміз ақылдымыз, біреуге керемет идеальныймыз, кумир көрінеміз, мықты мотиватор сияқтымыз. Келесіге данышпанбыз, періштедей көрсетеміз, психологияны жарамыз. Ақындығымыз ол да бар. Кемшіліксіз жүргендейміз. Бірақ қалай болып көрінсек те, ешкім табиғатынан асып кете алмайды екен. Соны ұқтым.
Пендеміз ғой десек те жұдырықтай жүректі кірлетпейікші. Сырларымды ашқан сайын үнсіздік даналық екенін түсіне бастадым. Кемшіліксіз адам болмайды. Білмегендіктен, тәжірибесіздіктен қателесулер болады. Қателесу – кінәлі болу. Кінәсін мойындау әркімнің қолынан келе бермейді. Ал жөн сөзге түсіне жығылып кінәсін мойындап, қатесін түзей білу ақылдылықтың, қайраттылықтың белгісі. Егер күндердің бір күнінде қап әттең-ай дегің келмесе, онда мына 3 нәрсені дұрыс таңда: әйелді, қызметті, досты. Тыңдамай тұрып жауап беру, түсінбей тұрып қарсы пікір айту, білмей тұрып үкім шығару нағыз надан адамның белгісі. Кейбір адамдар басқаларды қаралауға келгенде шебер бола қалады. Ал өздеріне қарасаң, қай жерден бастарыңды да білмей қаласың. Кейбір адамдардың тәкаппарлығын біз өзіміз қолдан жасаймыз. Өйткені біз құрметке лайықсыз адамдарды құрметтейміз. Адамға ішіндегі бар сырыңды ашып айта беруге болмайды. Кейбір адамдар сол айтқандарыңды өзіңе қарсы пайдалануы мүмкін. Қайғыңызды бәріне көрсетпеңіз, себебі сіздің отыңызға кім ағаш тастайтынын білмейсіз. Қанша қиыншылық көрсең де ешкімге жалынба. Жаяу қалсаңда 2 аяқ қолыңа сүйеніп жұмыс жаса. Сені пайдаланып артыңа қарамайтындарға жолама. Тек басың аман, денің сау болса болғаны. Бәрі де оңалады. Атадан 6 туса да бір жалғыздық деген рас. Негізі адам адамға ренжімейді. Адам өзіне ренжиді екен. Неге сенім арттым, неге жақын тарттым деп. Кейде надан адамдарды өзін жеңдім. Бетін жұлып тастадым. Сөзбен айтып айыбын бетіне басып үнін өшірдім деп ойлайды. Өзін өзгелерден жоғары қойып, ал шын мәнінде нағыз жеңген адам үндемеген адам. Себебі итпен бірге ит болғысы келмегендіктен үндемейді. Құрметті оқырман, видео ұнаса лайк басып комментарий қалдыра кетіңіз. Және де каналымызға тіркеліп алуды ұмытпаңыз.